Таңертең бір стақан ыстық судың пайдасы. Құрбы-құрдастарыңыздың, туыстарыңыздың немесе таныстарыңыздың қарапайым шай мен кофеден үзілді-кесілі бас тартып, жай ғана қайнаған суды ішіп жүргендерінің талай рет куәгері болдыңыз. Олар сізге себебін түсіндіріп жатпады, сіз де қазанды жабулы күйінде қалдыра салдыңыз. Мұның сырын әлі де білгіңіз келе ме? Бүгін біз сол туралы айтамыз. Бірақ видеоны бастамас бұрын каналға жазылыңыз, лайк басыңыз және қоңырауды басыңыз. Осылайша біз бастаймыз. Қайнаған судың пайдасы. Қарапайым қайнаған судың негізгі пайдасы ағзаны тазалауында жатыр. Су іш қатуды емдеп, буындардағы және басқа да мүшелерді артық тұздарды, бүйрек пен бауырдағы тастар мен шлактарды шығарады. Қайнаған су ішуді бастағаннан кейін бірнеше күн өткен соң буындарда, бүйректе ауырсыну, зәрдің түсінің өзгеруі байқалады. Қорықпаңыз, бұл ағзаңызда оң үдерістердің жүріп жатқандығының белгісі. Қолдану тәртібі. Қайнаған суды таңғы астан 30 минут бұрын аз ғана мөлшерде ішіңіз. Оны асықпай ішу керек. Су ішекті оятады. Оның жұмысқа кірісуіне себеп болады. Қалтарыс бұлтарыстарында іркілген қажетсіз заттарды сыртқа ығыстырады. Аталған қарапайым рәсімді бар жоғы 6 ай уақытқа дейін орындасаңыз жетіп жатыр. Бұл уақытта денеңіз артық майлардан арылып, дене сымбаты қалпына келіп, белгілі бір жүйеге түседі. Омыртқа жотасындағы ауру сырқаулар жоғалып, икемге келе бастайды. Асыңыз дұрыс қорытылмай, ішіңіз кеуіп жатса, тамақтан кейін де қайнаған су ішкеніңіз дұрыс. Сіз таңертең бір стақан ыстық су ішу арқылы ішек-қарын жолдарын тазалай аласыз. Себебі ыстық су ағзадағы барлық артық заттан құтылуға көмектеседі. Сонымен қатар ұйқыңызды ашып, ерекше күш-қуат сыйлайтын қасиетке ие. Оны таңғы ас ішерден 20-30 минут бұрын тұтынуыңыз керек. 40-50 градуста қайнаған ыстық суға бір шай қасық бал қосып ішуге де болады. Оның пайдалы тұстарына көп ұзамай көзіңіз жетеді. Өйткені бал қоспасыз жеге тұрғанда ешқашан бұзылмайтын тағамдардың бірі. Оған қоса асқазаныңызды тазартып, ағзаны жасартасыз. Бір стақан ыстық су сізге бір күнге толық жететін жігерлілік пен қайраттылық береді. Назарларыңызда таңертең бал қосылған су ішудің бірнеше себебін ұсынамыз. Біріншіден, ағзаны тазалауға көмектеседі. Екіншіден, ас қорыту жолдарын жақсартады. Үшіншіден, бауырды қалыпқа келтіреді. Суға қалағаныңызша лимон шырынын да қосуға болады. Лимон шырынының құрамында калий көптеп кездеседі. Ол тек ағзаға пайдасын тигізіп қоймай, күйзеліске ұшыраған жағдайда да көмегін тигізеді. Лимон шырыны қан қысымының көтерілуіне жол бермейді. Шетел оқымыстылары қандай да болмасын нәрсені әдетке айналдыру үшін 21 күн жеткілікті екенін айтады. Ал сіз бір стақан қайнаған суды ішуді бүгіннен бастаңыз. Осылайша біздің кезекті шығарылымымыз аяқталды. Назар аударғандарыңыз үшін рахмет достар. Өз ойларыңызды комментарийлерде жаза кетіңіз.